Бәріңе сәлем, бұл YouTube не хабар рубрикасы. Бүгінгі видеода Нұрдәулет пен Ахонның бәсекелестігі туралы, және де Темірлан Болаттың не үшін YouTube'тан кетіп жатқаны туралы, сонымен қатар тағы да басқа 2-3 жаңалық туралы айтатын боламын. Ал ендеше сен видеоға лайкыңды басып, арнаға тіркеле бер. Видеомыздағы алғашқы жаңалық: Ернар Айдар осы жақында 2-ші рет әке атанды. Бау берік болсын. Кеше ғана Инстаграмда мистер Прикольчик Яйкей Қуанғали Біржан екеуі Алматыға кетіп бара жатқан туралы сторис салды. Осыдан бірнеше сағат бұрын YouTube сообществосына да Алматыға кетіп бара жатырмыз дегендей пост салды. Короче, бұл менің Ақтаудағы, Маңғыстаудағы ең сторисім. Короче, ақ жол тілегендерге рахмет, ақ жол тілемегендерге рахмет. Сонымен қатар Серік Ибрагимов Той Думан арнасында өзінің Гүлімсің деген клипін салды. Бұл клипте қазақ инстаблогерлерінің көбісі түсті. Почти бәрі десе де болады. Клип 17 сағат ішінде 500 мыңдай қаралым жинап үлгерді. Осыдан бір апта бұрын Сиситайдың да Таппадым сені деген әніне клип шыққан болатын. Ол клипте де Нұрдәулет түсті. Осы айдың 9-ында Гаккуде тағы бір сериал шықты. Бұл сериал тағы бір 90 деп аталады. 190-ның бірінші маусымы сияқты. Сымбаттың шотыр. Ағай, сымбат емеспін. Симба. Өміртан не тигр, өміртан арыстан. Қуаныш, сен несін емес? Диана, отыра ғой, рахмет. Ал Симба, сен жалғастыршы. Ағай, алып қосарым жоқ. Саясат, феминизм, құндылық бәрін айтты ғой. Балапан телеарнасының YouTube арнасында 1 миллион жазылушыдан асты. Ал Той Думанның YouTube арнасында болса жақында 2 миллион болады. Сонымен қатар енені Нұрдәулетте жақында 2 миллион толуы мүмкін. Дегенмен де оны қазіргі күнде Ахон Биржан озып кетті. Тағы бір кішігірім жаңалық: бүгін Нұрдәулеттің туған күні екен. Ол 23 жасқа толып жатыр. Құтты болсын. Менің ВК группама немесе Инста группама тіркелген болсаң, Темірлан Болатты жақында 300 мың подписчик толғаны туралы айтқан болатынмын. Бірақ оның соңғы видеосынан кейін көп адамдар одан отписаться етіп кетті. Ол өзінің соңғы видеосында YouTube'нан кететіні туралы айтқан болатын. Короче, бәріне сәлем, сендермен Темірлан. Бүгінгі видеоның атынан көргендерінде мен YouTube'пен завязать етейін деп шештім, өйткені маған уже видео түсіру ешқандай да удовольствие келмейді бұрындағыдай. Оның өзінің айтуы бойынша жалпы шаршады және де YouTube-тың жаңа ережелері ұнамайды. Ол тек қана YouTube-тан емес, жалпы барлық әлеуметтік желілерден шаршаған екен. Біраз уақыт отпусқа кетіп демаламын дейді. Өзінің қашан оралатынымды білмеймін, мүмкін 2 аптадан соң, мүмкін 2-3 айдан соң, болмаса бірнеше жылдан соң бірақ ораламын дейді. Сонымен қатар өзінің түсіріп жүрген контентін тупой контент деп атады, өзінің видеолары өзіне ұнамайтындығын айтты, жаңа проект ойлап табамыз дегендей намек тастады. Меніңше ол бірнешеден соң қайта оралады, тек контентін өзгеріп, басқаша нәрселер түсіретін болады. Бүгінгі YouTube не хабардағы соңғы жаңалық: ол Қазақстандағы ең көп қаралым жинаған видео. Бұл видеода қазіргі күнде 147 миллион қаралым. Амика Витаминканың 5 жыл бұрынғы Тимати Фанс деген видеосы екен. Ал Ерке Смаханның Қайда деген клипінде 127 миллион қаралым болатын. На эту и на ту, набью себе тату, на эту и на ту, набью себе. Видеодағы жаңалықтар ұнады деген ойдамын. Бүгінгі YouTube не хабарда жаңалық өте көп болды. Сол үшін лайкыңды аямай басып кет. Тағы да осындай жаңалықтар жіберіп болмас үшін арнаға тіркелуді ұмытпа.